Сәкен Сейфуллин 20 ғасырдың басында қазақ халқының ұлттық оянуы мен саяси күресіне белсене араласқан зиялылардың құрамында болды. Қазақ даласында патша үкіметінің отаршылдық саясатына қарсы наразылық күшейіп, халықтың мәдени және саяси санасы оянған шақта Сәкен Сейфуллин қазақ қоғамының жаңғыруы үшін күреске шықты. Ол ұлтымыздың мәдени дамуына ерекше көңіл бөліп, қазақ тілінің, әдебиетінің және білімнің дамуына атсалысып қана қоймай, өзінің Көкшетау, Тар жол тайғақ кешу сияқты шығармалары қазақ әдебиетінің асыл мұраларының қатарында болып, Сәкен Сейфуллин осы еңбектері арқылы қазақ халқының бостандыққа, әділдікке деген ұмтылысын және де Сәкеннің ұлтына құрметі мен еділ жандылығын бейнелейді. Сәкен Сейфуллин қазақ жерінде Қазан төңкерісін іске асырушылардың бірі болды. Анниковтың азап вагонында, Колчак лагерінде қорлық көрген ол қазақ үшін елеулі еңбек атқарып, мехнат тартты. Дәуір жаны бейнеленген Тар жол тайғақ кешу алғашқы революциялық бағытқа негізделген роман-эссенің басын бастап берді. Автор өзінің мінезімен, өз ойымен шығармада ерекшеленеді. Сәкен Сейфуллиннің Тар жол тайғақ кешу қазақ ұлты бастан кешкен 20 ғасыр басындағы әрі тарихи оқиғаның талғап оқитын көркем шежіресі болып табылады. Тар жол тайғақ кешу мүлде тың тақырып, ол әдебиеттегі шектелген ақпараттардың шексіз шарықтауына үлкен жол ашты. Сәкен Сейфуллиннің шығармасы 20 ғасырдағы тарихи оқиғаның талғап оқитын көркем шежіресі. Халық бақытын жұмысшы шаруа революциясынан таппақ ниеттегі саяси қайраткер өзі құрған мемлекеттегі ұстанған саясатын, оның ішіндегі теріс саясаттың құрбанына айналды. Теңдігі үшін кедейдің жауызға көнбей туладық, залымдардың жасаған аранына ойладық. Қараңғы, суық сынданды, жатақ қылды тәніміз, қылыштың жүзі мылтықтың аузында болды жанымыз. Шеңгелінде жауыздың кетіп адам сәніміз, арыстандай шынжырлы өртеніп қайнап қанымыз. Сәкен елдің тағдыры үшін күрескен ұлы тұлға ретінде тарихта мәңгі қалады. Сәкеннің тағдыры бізге ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, қайсарлық пен табандылықтың үлгісі болуға тиіс. Оның өмірі мен еңбегі бізді рухтандырып, еліміздің келешегіне сеніммен қарауға жетелейді. Бүгінде біз азат елдің ұрпақтары ретінде Сәкеннің аманатын орындап, елімізді одан әрі дамытып, гүлдендіруге бар күшімізді салуға міндеттіміз.